OLX сайтынан жұмыс іздеуге болады және өзіңіздің резюмеңізді онлайн толтырып, кейін оны жүктеп алатын мүмкіндік бар. Бұның бәрін қалай жасайды, қазір көрсетемін. Бірінші осы OLX сайтына өтеміз, өзіңіздің аккаунтыңыз болу керек. Ваш профиль дегенді басамыз. Егер тіркелмеген болсаңыз, регистрацияны басып, мына жерге телефон номеріңізді жазып тіркелуге болады. Код келеді, сол арқылы кіре берсеңіз болады. Мен Facebook арқылы кірем. Осы жерге кіргеннен кейін ваш профиль дегенді басамыз және профиль кандидата деген жер бар. Осы жерде біздің резюмеміз тұрады. Бізде ең алғаш кірген кезде осындай бөлім бар. Мына жерде біздің жазған резюмеміз егер болатын болса. Бұл жерден жұмыс іздеуге болады. Мысалға сізге қандай жұмыс керек? Мұғалім болсаңыз, мына жерге учитель немесе орысша болатын болса учитель, сварщик деп жазатын болсаңыз, мына жерден әртүрлі вакансияларды шығарады. Бізге керегі резюме толтыру. Ол үшін мына создать ваш профиль кандидата дегенді басамыз. Кейін қалай осыны арқылы резюмені скачать етіп алуға болады, соны көрсетем. Бұл жерде основной информацияны қосуымыз керек. Бұл біздің аты жөніміз. Мен қазір өзімдікін емес, былай кез келген бір рандомды атты қоям. Аты жөніңіз міндетті түрде жазу керек, телефон номеріңізді жазсаңыз болады. Және электронды поштаңыз болса жазуыңызға болады. Год рождениеге туған жылыңызды мен кез келген біреуін қоя салайын және сақтаймыз. Сондай жағдайда біздікі 30%-ке толтырдық. Енді әрі қарай біліміңізді қосамыз. Образование. Мына жерге оқыған орныңыздың аты, университет болатын болса университеттің атын жазасыз. Қандай мамандықта оқыдыңыз? Қай жылдан қай жылға дейін? Мысалға 2015-тен 2020 деп қояйын мен рандом түрде. Немесе осы жерде қазір оқып жатырмын деген бар. Оқып жатсаңыз, оқып жатырмын деп көрсетсеңіз болады. Ондай жағдайда мынау бітірген жылыңыз көрсетілмейді. Сақтауды басамыз. Біздің біліміміз осы жерде тұр. Егер тағы бір біліміңіз болатын болса, бір жерде оқыған, добавить образование әрі қарай қоса берсеңіз болады. Колледж, универ. Профессиональный опыт деген жер бар. Қандай жерде жұмыс жасадыңыз? Жұмыс берушіңіздің аты жөнін жазсаңыз болады, бірақ енді ол көп жерде жазылмайды, сондықтан маңызды емес. Бастаған уақытыңыз, мысалға 2013-тен 2000 апреліне дейін, 2015-тің апреліне дейін. Яғни бұл мынаны білдіреді. 2013-тің январынан 2015-тің апреліне дейін осындай қызметте істедім. Және сақтаймыз. Немесе осы жерде қазір жұмыс жасап жатқан болсаңыз, жұмыс жасаймын деп бассаңыз болады. Сондай жағдайда уақытын көрсетпейді. Қосымша мына жерге жазсаңыз болады. Бұл жерде мен осындай істедім. Сақтау. Тағы болатын болса, тағы да жазасыз. Әдетте адамдар бар 4-5 жерде 90-шы жылдардан бері мысалы жұмыс жасап келе жатқандар бар, барлығын көрсетеді. Яғни мына жерде 2 жыл 4 ай деп көрсетіп тұр. Водительский право кейбір адамдарда бар, соны қоссаңыз болады. Мысалға А1 деген енді водительский праваңызда оның барлығы жазылу тұрады. Болса өйстіп қоса бересіз. Қандай тілдерді білесіз? Мысалға көбіне енді ағылшынша, орысша деген секілді. Ағылшынша средний деп қояйын және русский, продвинутый деген секілді. Және қазақша, свободно. Енді өзіңіз қазақ болсаңыз, жазбасаңыз да болады, себебі қазақша бәрі көп біледі. Қосымша навыктар, мына жерде көрсетіп қойған, Photoshop білем, одан кейін анандай, мынандай, 1С деген секілді. Хобби кейбір жерлерге жазып жатады, мысалға болса жазсаңыз болады, болмаса жазбай-ақ қойыңыз. Мына жерде менікімде 100%-ға толтырылды. Әрі қарай біз резюме түрінде бұны скачать етіп алуымызға болады. Енді мына жерде загрузить резюме деген бар. Бұл жай ғана андай резюмелер болады, PDF форматында немесе Word форматында, соны скачать етіп алуға болады. Енді ол үшін мына сгенерировать резюме дегенді басамыз. Және сақтаймын компьютерге. Міне менің жаңағы резюмем. Ашып көрем. Сондай жағдайда міне өте әдемі резюме жазып береді. Анандай Wordта немесе басқа резюмелер мүлде керек емес. Одан аулақ жүріңіз. Міне орысша әрине және осындай міне әдемі түрде ағылшынша осынша міне мына жерде тілдер көрсетілген, әртүрлі басқа интерестер, орысша толтырсаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Телефон номер, мына жерде міне опыт барлығы көрсетілген. Егер қазақша керек болатын болса, мына қаз дегенді басасыз. Және мына жерде сондай жағдайда қазақша шығады. Түйіндемені құру деген батырманы басамыз. Тағы да жүктеп аламыз және ашатын болсақ, міне дағдылары, қызығушылығы, білімі барлығы қазақша тұр.
біздің профиліміз мына жерде тұр. Егер бізге бұл қажет емес болатын болса, профилді өшіру деген батырма бар. Осыны басу арқылы жойып жіберуімізге болады. Жаңа жұмысыңыз деген жерде өзіңіз қалайтын дүниелерді қоссаңыз болады. Мысалы, қалаған лауазымыңыз осындай, немесе жұмыс уақыт қандай болу керек, немесе ең төменгі жалақы деген секілді. Соның барлығын көрсетуге болады. Мына жерде жібергендерім деген бар. Біреуге мысалы өзіңіздің жаңағы резюмеңізді басқа бір жұмыс берушіге жіберуге болады. Ол үшін мына ұсынылатын бос жұмыс орындары деген бар. Сол жерге өтеміз. Мысалға, требуется молодые специалисты, одан кейін айтишник керек деп қойыпты. Сондай жағдайда откликнуться-ны басамыз, және осы резюмеңізді міне профиль 1 деп тұр. Мынаны бассаңыз, жұмыс беруші сіздің профиліңізді көре алады. Яғни мына жерге не жаздыңыз жаңа, соның барлығын көре алады, мына жердегі данныйларды. Сондықтан мұқият дұрыстап толтырыңыз. Одан кейін басамыз, сол кезде жіберіледі. Бұл жіберілгеннен кейін ол осы жерге жібергендерім деген жерде тұрады. Егер сіздің профиліңіз жаңа қызық болатын болса, жұмыс беруші, онда сізге жаңағы телефон номер бойынша хабарласады. Бұл үшін әрине компьютер арқылы кіресіз, және осылай қалай көрсеттім, дәл солай толтырсаңыз болады.